Сметанник. Бізге керегі ұн, қопсытқыш, жұмыртқа, қаймақ, шекер, сары май. ұн мен қопсытқышты араластырып, оған сары майды қосып, іркіліп болғанша араластырамыз. Мен бұны үйге дайындықтағандықтан қолмен араластырып жатырмын. Әбден араластырып болғаннан кейін шекерді қосып араластырамыз. Одан соң жұмыртқа мен қаймақты да қосамыз. Қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға орап, холодильникке жарты сағатқа жібереміз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Оған керегі жұмыртқа, шекер, ванилин, қаймақ. Бірінші жұмыртқамыз бен қаймақты араластырып аламыз. Шекерімізді ванилин кішкене қосамыз. Дайын болған қамырды формаға жайып, салмамызды құямыз.